Достар, сіздермен темпо квартира қымбаттап отыр дейді. Пранковать етіп көрейік. До конца көреміз. Алло. Да. Алло, сәлеметсіз ба? Здравствуйте. Қазақсыз ба? Есімің кім болады? Меня Бахткуль зовут. Қазақпын. Қазақша түсінесің ба? Желательно на русском, да. Да, түсінемін. Мен ана квартира деп нөмір беріп еді, Кришадан алып беріп еді немерем. Алло. Да. Смотрите, у меня есть две квартиры. Біреуі Ташкентский, да, біреуі на Сатпаева. Қайсында? На какую? Сатпаева дегенде маған енді кеңдеу квартира керек қой. Жалпы бағасы қанша қазір? Сатпаевадағы кеңдеу бағасы 470 мың. 470 мың? Жақсы екен, қол жетімді екен. Не ғой, қайсы көрсете аласың ба өзі? Қазір уже поздно, сағат деген 10-нан кетті, ертең көрсеңіз болады. 10-нан кетті дегенде не ғой, давай так сделай, мен саған бір 500 мың қосып берейін, қазір барып соны ала салайық, менде уақыт жоқ шын. Өзім кәсіпте жүрген. Ала салайық болғанда, сейчас у меня там студенты проживают. Ну, я могу, в принципе, с ними договориться. Я просто объявление выложила, проверить вообще цену, позвонят, не позвонят деп. Не ғой, енді ақшасын енді 500 мың деп отырмын, енді қосып берейін, өзің көресің енді. Менде просто... Кімдер тұрады? Кімдер тұрғанда? Так, атың кім еді қызым? Бақытгүл. Бақытгүл ме? Бақытгүл не ғой? Мен өзі Талдықорған жақта мясокомбинаттың начальнигі болам, Сыбаға дейтін. Естідің бе, естімедің бе? Бізде мал ұстаймыз ғой енді. Жылқы ненің. Сол астына қи жиналады да, сол қиды қоятын қорада орын болмай тұр ғой, сол сенің неңді алайын деп едік қой. Что? Қорада қиды деймін да, қи мен жемді қоятын жер жоқ, сол сенің квартираң жақсы кеп тұрған сияқты былай. Квартираға қи, жем? Да, енді малға обал ғой енді анау. Қысылып тұрғанша кеңінен тұрсын. Қазақ болғаннан кейін сол жана жемді қоятын жер болмай тұр, сол сенің ақшаң төлеп тұрайын. Тіпті үй жағдайында отырып жақсы табыс тапқың келе ме? Онда ерінбей менің профилімде тұрған сілтемеге өтіп кет. Сол жақта сен барлығын үйренесің. Какая разница, сен саған ақша түссе болды емес па, главное? Мен қи, жем қойғанға не сдаю квартиру, и 5-й этаж, как, ну... 5-й этаж дегенде өзіміз көтеріп аламыз ғой, мен жігіттер ақша жағынан уайымдама. Тағы қос десең қосып берем, мен ақшаға өзі бай адаммын. Алло. Да, ну, 500 мың теңге деп тұрсын. Давай 600 мың берейін. Алло. Сіз қазір, по-моему, издеваетесь, да, или шын айтып тұрсыз ба? Издевать еткенде, издевать етіп тұрған жоқ, мен еріп жүрген адам жоқ қой, айналайын. Қазіргі... По идее, это пранк қой. Алло. А чё смеетесь? Почему так дорого? Я просто шокирована. Нет. У меня квартира комфорт-класса и просят тут, блин, Нет. ради скотины. А почему так дорого? Қазақ емес бізде? Как бы сейчас... Қазақ... Не, сонда сіз, получается, студентті выселять етіп отырайын деп тұрсыз ба? 500 мыңға? Алло. Ну, мне как бы тоже... Не, ол, это не... Короче, менде қазір не жүріп жатыр, запись жүріп жатыр. Мен предупреждать етіп қойын, но болысыңыз дұрыс емес сіздің. Бақытгүл, да? Дұрыс емес қой болысыңыз. Ертең сол орыстар қорғамайды ғой, ертең бір нәрсе болса, біздің сол студент... Вы же тоже должны вызывать, выживать как-то. Выживать дегенде нормально алып жүрдіңіздер ғой. Ертең сол балалар кетпей ма отанды қорғауға? Сол орыстар қорғайды деп ойлайсыз жерді. Не надо никого выселять потом. Алло.